وَأَنْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَقَالَ صلى الله عليه وسلم. Енді жәннаттық бірақ күнәсі себепті пасық болған адамдар бар. Олар айтады: «Иза қубирал мәйита», мәйит қойылған уақытта, «Атаху мәләкәни», екі періште келеді. «Асвадани», түрлері қара, «Азрақани», көкшіл. «Юқалу ли ахадихима әл-мункару вәл-ахару ән-накиру». Әлгі екі періштенің біреуін мункар дейді, екіншісін накир дейді. Мункар накир келгенде күрзіменен ұрғанда деген бар ғой. Фәяқулани, әлгі екі періште айтады: «Мә күнта тақулу фи хазар ражул». Естеріңізде болсын, бізден қабірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам туралы сұрайды. Сондықтан сирадан қалмаңыздар. Білуіміз керек, пайғамбарымызды тануымыз керек. Аты аталғанда салауат айтып отыруымыз керек. Аллахумма салли ала сайидина Мұхаммед деп. Қанша хадис оқыдық, барлығында осы адам жайлы білесің бе деп пайғамбар. Фәяқулу хуа абдуллахи ва расулуху. Ол Алланың елшісі, Алланың құлы әрі елшісі. Өйткені білет, ол оқыған. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва анна Мұхаммед расулаллах. Мен білемін, Алладан басқа тәңірдің жоқ, Мұхаммед оның елшісі екендігін. Фәяқулани, сонда екі періште айтады: «Қат күнна нағламу иннака тақулу хәза». Сенің бұлай деп айтатыныңды негізінде біз білгенбіз дейді. «Сүмма юфсаху лаху фи қабрихи». Кейін әлгі адамның қабірін кеңейтеді дейді. Сондықтан біз тірі күнімізде де, дүниеден өткен қабірде де, қабірден қайта тұрып мақшарға жиналғанда да, жәннатқа кіргенге дейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламмен бірге боламыз, құрметті бауырлар. Сондықтан бұл дүниеде ең болмаса қолымыздан келетін салауатымызды ұмытпайық. Қабірде де келеді ол кісінің. Бізден сұрайды. Ерте мақшарда бізді күтіп тұрады. Үмметім деп. Біз соның тарихы, өмірі, сирасы өтіліп атқан жерге келмейтін болсақ, ол бізге айып болады. Сира ең болмағанда сира өтілетін күні бәрін жиыстырып қойып кел. Ұйқыны да, басқаны да, жұмыс, шаруаны қояты. Аптасына бір мәрте ғана Нұрсұлтан ұстаз келді ме? Тыңда. Тыңда. Танып ал. Біліп ал. Фәюфсаху лаху фи қабрихи сабғуна зираған. Нау 70 кез дейма бұны? Шынтақ. 70 шынтақ. 70 шынтақ енді қанша сантиметр болады? Ау. 40-ты 70-ке көбейтсе қанша метр болады? Сонда бір адамның қабірі 200 зираны фи сабғин дейді. 70-тің үстіне 70. Сонда жарты километр жерге дейін. Сен жаңа 200 бірдеңе дедіңіз бе? 280. Қараңыздар. Сонда жарты шақырым ба? Соған дейін кеңейді. Сүмма юнауару лаху фи, кейін әлгі қашықтықпен қосылып, о жерге нұр бітеді. Нұр беріледі. Нұр беріледі. Сүмма юқалу лаху нам. Кейін әлгі адамға айтылады: ей бәленше, ұйықта. Болды, бәрі бітті. Дүниеде бітті. Қиыншылықта бітті. Өмірде ауырып өткенің ауруыңда бітті. Бір қиыншылықты кешіп өткен ол да бітті. Ұйықта. Фәяқулу дейді: аржиғу иля әхли фәуқбирухум. Мені артқа қайтарыңдаршы. Мен отбасыма барып осы халімді баяндайын дейді. Фәяқулани, сонда екі періште айтады, Мұнкар Накир: нәм, ұйықта, қайтесің оларды. Олар келіп қабарламады.
хабарлағылары келеді, бірақ олар хабарламағанмен бізге оны пайғамбар хабарлап қойды. Құрметті ағайын, барып қайтып келудің қажеті жоқ. Олар мүмкіндік бергенде қайтып келіп айтар еді дейді. Саған Алла тағала мен пайғамбар айтып тұр ғой, оны сен нағыласың, оны қайтарып бер қарай. Сондықтан оның қайтып келу біз үшін шарт емес. Біз сенуіміз керек, ол солай. Өйткені хабарланды ғой, дұрыс па? Оларға қайта бір мүмкіндік бергенде қайтып келіп айтар еді дейді да. Бірақ айтты ғой бізге. Ол емес, пайғамбар Алла субханаху тағала. Міне. Канауматил аруси аллази ла юқизуху илля ахаббу ахлихи илейхи. Өзін жақсы көретін отбасынан біреуі келіп оятатындай дейді. Алғашқы неке түніндегідей ұйықта дейді. Болды. Ұйықта дейді. Сосын біреу келіп сені оятатын жағдай қалай суреттеп жатыр. Оны біз жеткізе алмаймыз. Хатта ябасухуллаху мин маджағихи зәлік. Сол орыннан Алла сені оятып, қайта тірілткенге дейін адам не істейді? Сол жерде жатады.